Ассалаумағалейкум, асылдарым. Адам өмірге келгеннен кейін атына заты сай болу керек дейді. Сол айтқандай, әжем менің есімді Көңілбай деп қойған екен. Әрине, көңілі бай болсын деп. Адамгершілікке берік болсын деп. Мақсаттар қойса керек. Әжемнің армандарын орындадым. Бұл өмірге келгенде ешкімге қарыз болғым келмейді. Және де құлдық санада өмір сүргім келмейді. Еркін ойлайтын, еркін даланың баласымын. Күлсе де еркін күлетін, ешкімнен қысылмай, бір-біріне шын ниеттес жақсы адамдармен өмір сүргім келеді. Бұл өмірге біз несие төлеуге келген жоқпыз. Аллаға парызымызды өтеу үшін келдік. Біз құлдық санада жүруге лайықты емеспіз. Бәзбіреулер бізді ақша үшін жұмыс жасайды деп ойлар. Ал ақша жай түрлі түсті қағаздар. Адамдар, білесіздер ме? Адамдар сол қағаздар үшін дүниедегі ең қымбат уақытын жұмсайды. Біз қызыл жасыл қағаздарды жинау үшін келген жоқпыз ғой. Ақша құр қағаз. Біз тек ақшаны мақсатқа баратын жолда құрал деп білдік. Ал біз дүниедегі ең қымбат уақытымызды, бойымыздағы күш қуатымызды, жігерімізді, Аллахтың берген барша мүмкіндіктерін құлдық санадан құтылуға арнадық. Және де осы армандарды орындаған кезде рақаттанып, ләззат аламыз. Өйткені бұл халықтың арманы, бұл халықтың аманаты. Құрметті асылдарым, жақсы адамдарым, осы ізгі амалдарда бізбен бірге болғандарың үшін мың алғыс. Біз біріксек алынбайтын қамалдар болмайды. Сендермен марқаямыз, сендермен біз шаттанамыз. Ата-бабамыздың қанымен, жанымен келген жердің иесі де, киесі де сендерсіңдер. Яғни біздер. Бірақ құлдық санадан бүгін құтылуымыз керек. Сол үшін біріктік. Сол үшін біргеміз. Бай мемлекетте кедей өмір сүруіміз мүмкін емес. Бай мемлекетте кедей өмір сүруіміз мүмкін емес.